Саламатсыздар ма, білім алушылар? Сіздің назарыңызға дәріс 14. Арам шөптермен күресудің биологиялық және дәстүрлі емес шаралары. Арам шөптермен күресудің биологиялық әдістерінің тиімділігі. Арам шөптермен күресудің биологиялық әдістерінің кемшілігі. Арам шөптермен күресуде қолданатын дәстүрлі емес шаралары. Арам шөптермен күресудің биологиялық әдістерінің тиімділігі олар негізінен атпа тамырлы, яғни тамыр бұтақшаларының көмегімен өніп өсетін, әйткені тұқыммен де көбейе алатын арам шөптермен күресу өте маңызы зор бұл шараның. Бұл топтағы арам шөптердің тамыр жүйесінің терең орналасуына байланысты құрту қиын, сондықтан олар егістерде көп зиян келтіреді. Арам шөптер атпа тамырлы, негізгі тамырының өніп өсу тамыры деп аталатын жіп тәріздес тамырлар шығады. Бұларда бүршіктер болады. Мысалы, 1 шаршы метр жерде егістік қалуенің мұндай бүршіктердің саны 1609-ға дейін жетеді. Міне осы бүршіктерден жерасты тармақшалар, атпа тамырлар өрбіп өседі. Бүйірге тараған тамырлар өз алдынан бұтақ жаядады. Жаңа сабақтар мен бұтақтар пайда болады. Бұл биологиялық топтың негізгі өкілдеріне егістік қалуен, қызғылт қалуен, көкшіл қалуен, егістік шырмауық, қызғылт өкекіре және басқалары жатады. Егістік қалуен күрделі гүлділер тұқымдастарына жататын арам шөп. Сабағы тік бойлап өсіп, биіктігі 120 сантиметрге дейін жетеді. Жапырағы ұзынша, жоғарғы жағы жылтыр, ал төменгі жағы күңгірт, яғни көмексіз болып келеді. Гүлдері себет, түрі сары. Маусым айынан күзге дейін гүлдейді. Бір егістік қалуен өсімдігі 9000-ға дейін тұқым береді. Тұқымдары ақ түсті, үлпілдекпен жабдықталған, әбден пісіп жетілгенде үлпілдіктері түсіп қалады. Топырақтың 0,5 см қабатынан жақсы өніп шығады, ал 3 см тереңдіктен өніп шыға алмайды. Тұқымның өніп шығуы үшін жеткілікті ылғал және 20 градус температура қажет. Топырақта өнгіштік қабілетін 2-3 жылға дейін сақтайды. Басқа атпа тамырлы арам шөптерге қарағанда егістік қалуенің тік бойлап өсетін негізгі тамыры нашар дамыған. Сондықтан топырақта 50-60 см тереңдікте ғана тарайды. Топырақтың ылғалдылығы 8-16 см тереңдігінде көлбеу өсетін тамырлар орналасады. Ал құрғақшылшылдары бұл тамырлар 12-18 см тереңдікке дейін ғана өседі. Олардың ұзындықтары кейде 100 см-ге дейін жетеді. Негізгі тамырдың бойында бүршіктер орналасады. Ал келер жылы олардан бұтақшалар пайда болады. Олардың саны 350-400-ге дейін жетеді. Атпа тамырлы бұл арам шөптер әсіресе Ақмола, Қостанай, солтүстік Қазақстан облыстарында дәнді дақылдар егісінде кеңінен таралған. Егістік қалуен топырақтан қоректік заттарды көп пайдаланып, оның құнарлылығын төмендетеді. Мысалы, ол 1 гектар жерден 67 кг азот, 28 кг фосфор және 159 кг калийді сіңіріп алады. Бұл қоректік заттар әр гектардан 20 центнер күздік бидай өнімін алуға жетер еді. Өйткені күздік бидай әр гектардан 10 центнер өнім беру үшін 37 кг азот, 13 кг фосфор және 18-20 кг калийді керек етеді. Міне осындай топырақтан қоректік заттарды көп мөлшерде алғандықтан егістік қалуен қаулап өскен құнарлы топырақтың өзінде мәдени өсімдіктер қоректік заттардың жетіспеушілігінен
зардап шегеді. Егістік шырмауық шырмауықтар тұқымдасына жататын арамшөп. Ол ауыл шаруашылық дақылдарын сабағын шырмап өседі. Сабағының ұзындығы 1 метрге дейін жетеді. Жапырағы сағақты және сабаққа кезектесіп орналасқан. Гүлдері ірі, ақ немесе қызғылт түсті болады. Жемісі ашылмайтын, екі ұялы қауашақ. Әрбір өсімдік 100 мыңға дейін тұқым бере алады. Оның ұзындығы 2-4 мм және 2-12 тереңдіктен шыға алады. 25-30 градус жылылықта. Топырақта өзінің өнгіштік қабілетін 2 жылға дейін сақтайды. Бұл арамшөптің тұқымы ұзақ биологиялық тыныштық кезеңінде болады. Өсуге барлық жағдай, ылғал, жылу және тағы да басқа факторлар болып тұрғанын өзінде тұқымның 5-10%-ға көктеп шығады. Егістік шырмауықтың тамыр жүйесі топырақта 3-4 метр тереңдікте дейін жетеді, ал негізгі тамыры 7 метр тереңдікке дейін бойлайды. Негізгі тамырдың 25-40 см тереңдікте жуандығы 0,7-2,5 мм дейін жетеді. Ұзындығы 0,7-ден 1,4 мм. Ұзындығы 0,7-ден 1,4 метрге дейін. Жанама тамырлар тарайды. Республикада егістік шырмауық барлық жерлерде таралған. Ол әсіресе отамалы және техникалық дақылдар егісінде көп өседі. Ауыл шаруашылық дақылдарының сабағын шырмап, оларды жатып қалуға мәжбүр етеді. Мұның өзі егіннің шығымдылығын күрт төмендетуге әкеліп соқтырады. Әсіресе жауын-шашынды жылдары егістік шырмауық көп зиян келтіреді. Бұл арамшөптердің тұқымында уландыратын заттар бар. Сондықтан да астықты тазарту керек. Мұның өзі қосымша қаражатты керек етеді. Егістік шырмауық ауыл шаруашылық дақылдарының көптеген зиянкестердің таралуына мүмкіндік туғызады. Мысалы, егістік шырмауыққа күздік көбелек, шалғын көбелегі өздерінің жұмыртқаларын салады, ал одан шыққан жұлдыз құрт егісті қатты зақымдайды. Жантақ немесе түйе жантақ бұршақ тұқымдасына жататын арамшөп, сабағы тікенді, жалаң немесе ептеген түгі бар. Биіктігі 1 метрге дейін жетеді. Тікендері пісіп жетілмеген, бұтақ тәрізді, гүлдері қызыл. Жемісі ішінде бірнеше тұқымы бар. Бұршақбас, түйе жантақтың тұқымы бүйрек тәрізді немесе 4 бұрышты болады. Ол қатты қауашақпен қапталған. Сондықтан малдардың ас қорыту жүйесі арқылы өткенде өзінің өнгіштік қабілетін жоғалтпайды. Топырақтарда өнгіштігін ұзақ уақытқа дейін сақтайды. Жантақ негізінен вегетативтік жолмен көбейеді. Оның көбею мүшесі бір астындағы атпа тамырлары. Күзге қарай жантақтың жер бетінде сабақтары және жапырақтары қурап қалады. Ол көктемде жер астындағы тамырында орналасқан бүршіктерден қайтадан көктеп шығады. Жантақтың тамыр жүйесі күшті дамыған. Оның негізгі тамыры топырақта бірнеше метр тереңдікте 30 метрге дейін бойлап өседі. Топырақтың 30-50 см тереңдігінде негізгі тамырдан жанама атпа тамырлар пайда болады. Оларда орналасқан бүршектерден келесі жылы жаңа өсімдіктер өсіп шығады. Қызғылт өкекіре. Қызғылт өкекіре күрделі гүлділер тұқымдасына жататын арамшөп. Ол бірінші жылы
дәгілін және 1 метр тереңдікте дейін жететін кіндік тамырын түзеді. Ал екінші жылы гүл сабағын және ұрығын береді. Қызғылт өкекірен сабағы бұтақтары болып келеді. Бұтақтардың ұзындығы 12-18 сантиметр. Өсімдігінің биіктігі 25-80 сантиметрге дейін барады. Гүл шоғыры жекелеген себет, гүлдері ұсақ, қызғылт түсті. Әрбір өсімдік 1000-2000-ға 20 мыңға дейін дана тұқым береді. Тұқымның ұзындығы 2,6-дан 4 мм-ге дейін. Ол топырақта өнгіштік қабілетін 3-4 жылға дейін жоғалтпайды. Қызғылт өкекірен тұқымы 3-6 см тереңдікте көктеп шыға алады. Оның көктеуі үшін 20-30 температура қажет. Тамыр жүйесі өте күшті дамыған. Негізгі тамыры топырақта 5-6 метр тереңдікке дейін бойлап өседі. Ал атпа тамырлы өсімдіктер 15-30 сантиметр тереңдікте орналасқан. Вегетация кезінде кейбір өсімдіктің аумағы 12 шаршы метрге дейін жетеді. Міне осылай күшті дамығандықтан қызғылт өкекіре сыртқы ортаның қолайсыз жағдайларына, әсіресе құрғақшылыққа өте төзімді. Қызғылт өкекіре республиканың оңтүстік шығыс аймақтарында кең таралған, ал кейінгі жылдары Қазақстанның солтүстік облыстарында да тарай бастады. Қызғылт өкекіре ауыл шаруашылық өндірісінде орасан зор зиян келтіреді. Ал көп тараған жерлерде ешқандай басқа мәдени өсімдік өсе алмайды. Қызғылт өкекіренің аз өскен жерлеріндегі егіннің өнімі 30-40%-ға дейін, ал құрғақшылық жылдары 68%-ға дейін кемиді. Қызғылт өкекіре топырақтың өте күшті құрғатады. Мысалы, ол өскен жерлерде топырақ небәрі 5-7% ғана ылғал қалады. Қоректік заттарды ауыл шаруашылық дақылдарына қарағанда әлдеқайда көп қорек етеді. Мысалы, күздік бидаймен салыстырғанда қызғылт өкекіре топырақтан керек затты 3-5 есе көп алады. Қызғылт өкекіренің тұқымы орналасқан бидай ұнынан пісірілген нанның қышқыл дәмі болады. Ол егер мал азықтық шөп 5% қызғылт өкекіре қосылса, онда жылқылар мен ірі қара малдар уланады. Сондықтан қызғылт өкекіре өскен жайылымдар мен шабындықтарды пайдалануға болмайды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыз.